Талдықорған қаласы Еңбек ауылындағы мектепке дейінгі шағын орталығы бар номер 22 орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Қомпыш Айзат. 6 сынып қазақ тілі. Сәлеметсіздер ме, балалар? Біз бүгінгі сабақта әлемдегі ірі кітапханалар бөлімі бойынша ежелгі кітапханалар тақырыбын өтеміз. Осы сабақта қол жеткізетін оқу мақсаты. Әлеуметтік мәдени, ресми іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі өмірбаян, хабарландыру, көтерілген мәселені талдау. Балалар, әлемдегі және Қазақстандағы қандай ірі кітапханаларды білесіздер? Өздеріңіз білетін ақпараттармен бөліссеңіздер. Кітап білім бұлағы, немесе кітап ізгілік пен руханилық айнасы деп жатамыз. Ал сол инемен құдық қазғандай болатын білім бұлағының негізгі мекені кітапхана. Кітапхана білім мен ғылымның, мәдениеттің орталығы, қасиетті орда десек, артық айтқандық емес. Кітаптың иісі мен тыныштық жайлаған осындай кітапханалар кітап сүйер қауымның сүйікті мекені. Олай болса, кітапханалар қалай пайда болды? Балалар, алғашқы кітапханалар қашан, қалай пайда болғандығы туралы не білесіздер? Білетін деректеріңіз болса, айтып кетсеңіздер. Кітапханалардың қалай пайда болғандығы туралы толық мағлұмат алу үшін ежелгі кітапханалар мәтінін тыңдайық. Мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Ежелгі кітапханалар. Әлемдегі алғашқы кітапхана 8000 жыл бұрын пайда болған. Ежелгі Месопотамия тұрғындары тақтайшаларға балшықты жіңішке сына деп аталатын таяқшаларымен жазған екен. Осы тәсілмен сына жазуы танымал бола бастады. Тақтайшаларды күйдіріп, олардың ішінде ең бағалылары бұзылып кетпес үшін арнайы конверттерге салып қойған. Археологтар үлкен сарайларда тақырыптарына байланысты іріктеліп сақталған осындай конверттердің біразын тауып алған. Осы кезден бастап кітапхана тарихының алғашқы беті ашылған. Ежелгі Египеттегі кітапханалар ғибадатханалары сақталған. Оны шырақшылар қарауылдаған. Египеттіктер жазуды алғаш папирус ағаштарына жазып, ұштарына ағаштарды тығып, орама үлгісінде орап қойған. Ежелгі римдіктер өзгеше үлгіде кітапхана салуды ойластырады. Юлий Цезарь сол кітапхана ісіне бел шеше кірісіп, жобасын жасап, жоспарын да өзі құрады. Цезарь өмірден өткеннен кейін де оның бастамасымен салынған кітапханалар ерекше танымалдылыққа ие болған. Римнің бай қуатты тұрғындары кітапханаларды арнайы кедей отбасындағылардың пайдалануына жағдай жасады да, өздері үшін таптырмас кітап қорларын көбейтті. 4 ғасырда Римде 28-ге жуық кітапхана бой көтерді. Біздің эрамыз басталар шақта кітапханалар шіркеулер мен монастырлердің ажыратылмас бір бөлшегіне айналды. Тақуалар кітаптарды оқи жүріп, оны өздері де жазды. Сондықтан да олардың күшімен
көптеген кітапханалар жандана түсті. Ежелгі кітапханалар туралы білімдеріңізді бекіту үшін төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: алғашқы кітапхана қашан пайда болған? Екінші сұрақ: сына жазуын кімдер пайдаланған? Үшінші сұрақ: ежелгі Египетте кітапханалар қалай сақталған? Төртінші сұрақ: өзгеше үлгідегі кітапхананың жобасын қай елде, кім жасаған? Бесінші сұрақ: 4-ші ғасырда Римде қанша кітапхана бой көтерді? Екінші тапсырма: қалыптастырушы бағалау тапсырмасы. Мәтінде көтерілген мәселені анықтап, 4 сөйлем тәсілі арқылы түсіндіріп жазыңыз. 4 сөйлем тәсілі. Бірінші сөйлем – пікір. Мәтінде көтерілген мәселе бойынша өз пікіріңізді бір сөйлеммен жазыңыз. Екінші сөйлем – дәлел. Өз пікіріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіз. Үшінші сөйлем – мысал. Пікіріңізді өмірмен байланыстырып, бір мысал келтіріңіз. Төртінші бөлім – қорытынды. Көтерілген мәселе бойынша қорытынды жазыңыз. Жазған жұмыстарыңызды оқып, дескриптор негізінде өз жұмысыңызды өзіңіз бағалаңыз. Дескриптор көтерілген мәселені анықтайды, өзіндік ой пікірін білдіреді, мысал келтіреді, өмірмен байланыстырады, қорытынды жазады. Бүгінгі сабаққа байланысты қандай сұрақтарыңыз бар? Үй тапсырмасы. 6-шы сыныпқа арналған қазақ тілі оқулығы 175-ші бет,
Төртінші тапсырма. Тапсырманың шарты. Төртінші тапсырма бойынша аяқталынбаған 2 сөйлем берілген. Тыңдалым мәтініндегі ақпаратты пайдалана отырып, сөйлемдерді аяқтап жазасыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.